Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және көрермендер. Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасының жастар креатив драйв жобасының бір бағыты танымдық әліппесі тармағы бойынша саз әлемі атты тақырыбында танымал жандармен кездесу. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Түркістан облыстық композиторлар қауымдастығының төрайымы, композитор, әнші, 150-ге жуық музыкалық шығармалардың авторы, қаншама өнер иелерінің ұстазы болып жүрген Құралай Шайзада қызы Сәтмұхамедова. Бүгінгі эфирді жүргізуші мен Наурызбаева Кәмшат. Кітапханамызға қош келдіңіз, Құралай ханым. Рахмет. Құралай ханым, ең алғашқы сұрағымнан бастай кетейін. Өзіңіздің туып өскен жеріңіз жайлы айта кетсеңіз. Мен негізі мына Жетісу өңірінде туылған екен. Содан кейін бір жасымда ата-анам отбасымен Семей өңіріне көшіп барады, отбасылық жағдайға байланысты. Сөйтіп Семей облысы Абай ауданы Абай Мұхтар Шәкәрімнің елінде сол мектепке барып, жастық шағым, балалық шағым барлығы сол жерде өтті. Абай ауданы Қарауыл селосы деген жерде. Сол жерде мектепті де бітірдік, орта мектеп бітіргеннен кейін осы Шымкентке келіп оқуға түсіп, осы өнер жолына сол кезден бастап өнер жолына бағыт алдым. Құралай ханым, композитор танымал болу үшін өзіңіздің әнге деген құштарлығыңыз, композиторлыққа деген қай жаста басталды? Бала Құралай қандай болды, айтып өтсеңіз? Мен жаңағы Абай атындағы орта мектепте оқып жүргенде сол мектеп қабырғасынан бастап, мектеп сахнасынан бастап әнге құштар болдым. Мектеп сахнасында алғашқы әндерім орындалды. Ол кезде көбінесе біз Абайдың әндерін айтатынбыз, Абайдың өлеңдерін жаттайтынбыз. Сөйтіп жүріп сол өнерге деген, әнге деген, жалпы музыкаға деген құштарлық сол мектеп қабырғасында оянды. Сол кезден өзім өнерге өте жақын болдым. Оның үстіне менің үлкен әпкем, өзімнен үлкен әпкем әнді жақсы айтатын. Өзі мынау Алматыда шет тілдер институтында оқып жүрсе де, сол каникулға, жаңағы демалысқа келген кезде маған әндер үйретіп, сол менің дауысымды шыңдап, сөйтіп тәрбиелеген кішкентайымда. Оның үстіне менің әкем де өзі шертпе күйші болды. Бірақ басқа салада жұмыс істегенмен кешке жақын балалық шағасын жинап алып, есіктің алдында домбырасын шертіп, бәрімізге кезек-кезек ән айтқызып, өзі домбыра шертіп, күй тартып, ән айтып отыратын сол отбасын думанға бөлеп. Шешемізде қоңыржаяу болған жоқ. Ол кісінде әудейтін бір шумақ өлеңді суырып салып айта кететін несі таланты болды ол кісінің де. Міне сондай ортада өскеннен кейін көбінесе сол Абай атамыздың әндері мені алға жетелеген. Сол әкемнің күйлері Абай атамыздың әндері деп ойлаймын. Бәріміз мәдениет саласында қызмет етеміз. Өзіңіздің де кітаппен байланысты қандай кітаптармен оқисыз? Кітапханамен байланысты ма? Иә, кітапханамен өте, әсіресе осы биыл менің мерей жылым болғаннан кейін, мерей жасым болғаннан кейін, осы облыстағы көптеген кітапханалар шақырып, осындай кездесулер өткізіп, шығармашылық меніменен сондай болып жатыр. Оның үстіне мен өзім бір әнге мәтін іздеген кезде кейде осы кітапханаға келіп ақындардың кітабын ақтаратыным бар. Осы біздің қаладағы бұрынғы бір қазіргі Әл-Фараби болды ғой. Сол Әл-Фарабиде менің кездесу кешім өтті. Одан кейін мына Пушкин кітапханасында өттім. Кейін сіздерде де мына Алтынсарин кітапханасында өтіп жатыр.
Сондықтан кітапханадан ешқашан қол үзбейміз. Кітапханашыларға үлкен рахметімді айта кеткім келеді. Рахмет. Немерелеріңізбен кітапханаға келесіз бе? Немерелеріңізге оқып беретін әдеби кітаптарыңыз? Иә, уақыт болып жатса келеміз. Иә, бірақ көбінесе бізде жаңағы концерт, басқа да мәдени іс-шаралардан көп тие бермейді. Кітапханаға деген пейіліміз түзу енді. Балалар репертуарына, яғни балалардың орындауына арналған әніңіз бар ма? Қандай әндеріңіз бар? Менде балалар репертуарына арналған әндер өте көп. Соның ішінде айта кетсем, мына Көк байрақты Қазақстан деген мектеп оқушыларына, жоғары класстарға арналған, немесе Астана, Ару ана, мына кішкентайларға арналған Абай ата өсиеті, Астанадан сәлем, Әке мен ана, Елім аман, Келшілікпен, көптеген осындай тәуелсіз елім деген сияқты ұстаз туралы әнім бар. Сондай балалардың репертуарына арналған әндер. Және балаларға арналған әндерім де бар, мысалы немерем деген сияқты. Сізді ауылға барам, Алтынай және де басқа әндеріңіз арқылы халық сазгер ретінде жақсы біледі. Осыған байланысты ауылға барам әнінің шығу тарихын айтып бересіз бе? Иә, ауылға барам деген ән қазір танымал болып жатыр. Қай қалаға барсам да, Алматыға барсам да, Астанаға, Ақтауға, Семейге барсам да, бар қалаларға барған кезде осы ән алдымнан шығады. Сөзі Ибрагим Исанікі. Сол оның шығу тарихы, мен бір қазақ әдебиеті ма, Жас Алаш па, сол газеттердің біреуін оқып отырған кезде, сол газеттердің біреуінде осы Ибрагим Исаның Айқара депке барлық көптеген өлеңдер шыққан екен. Сөйтіп соны оқып отырсам, осы бір мәтін маған өте ұнады. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем, ел жаққа барады деп осылай басталады ғой. Осы өлеңді оқып отырып өзімнің анам елестеді көз алдыма. Ол кісі де бізді жаңағы жаз кезінде демалысқа, оқудан демалысқа келген кезде шарбаққа сүйеніп қарап тұратын, осында келе жатқан құралай ма, жоқ қарлығаш па, енді ойлап келмеді. Сөйтіп қарсы алатын бізді алыстан келе жатқанда. Сол көз алдыма келіп, осы өлеңнің өте қатты ұнағандықтан осы ән шықты. Қазір бұны барлық көптеген әншілер айтып жүр, тойларда да айтылып жүр. Негізі Гүлжазира Нұрпейісова деген менің бір шәкіртім, Шамшы Қалдаяқовтың гран-при жүлдегері. Қазір филармонияда қызмет жасайды әнші ретінде. Сол менен кейін бірінші айтып шыққан. Одан кейін Аллайхан Оспанова айтты, Жұбаныш Жексенова айтты, Мақпал Жүнісова айтты. Бәрінің репертуарында көптеген әншілердің репертуарында жүр ғой. Құралай ханым, құрметті оқырмандар және көрермендер, Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасының кітапхана төрінде Құралай ханым, сұрақтарыңыз болса қоя отырсаңыздар. Алтынай әнін алғаш орындаған Ұлықпан ағамыз сазгер әнші. Сіз Ұлықпан ағаға өзіңіз Алтынай әнін ұсындыңыз ба, әлде өзі сұрап алды ма? Бұл әнді Ұлықпан Ақтауда жүргенде естіген екен. Осы Шымкенттен музыкалық училищені бітіріп барған бір жігіт, шымкенттік жігіт, сол бір тойда ма, бір кеште ме айтқан екен осы Алтынайда. Содан жаңағы жігіттен үйреніп алып, айтып, сол кезде Тамаша деген ойын-сауық отауы бар еді ғой. Сол Тамашаның режиссері Ұлықпан Есенов деген ағамыз болған, марқұм. Сол Ұлықпанның орындауында Алтынайды естіп, Алматыға шақырады. Сөйтіп Алматыдағы Тамашада қатысады, Астанадағы Тамашада қатысады. Сөйтіп жүріп Ұлықпан Алматыға қоныс аударады. Алматылық көп дейді ғой қазір. Соны кейін бір кездесіп қалғанда
Лұқпан өзі айтты, осындай мен сіздің сонау Ақтауда жүріп Алтынайды кішкене қателік үйреніппін деп сіздің кешірім сұрап сөйтіп жатыр. Бірақ оның айтқандағы, оның айтуы да өзгеше, маған ұнайды айтқанына. Қарсы емес. Қарсы емес. Сөйтіп, қазір енді Лұқпансыз Алтынайды, Алтынайсыз Лұқпанды елестетуге болмайды, оның жаңағы өздің бет-тұстар әні болып кетті ма қазір? Сіздің сазгер әнші болуыңызға кімдер себепкер болды? Жаңағы айтып өткенімде, жаңағы ата-анам, жүрген отан, балалық шағындағы әсерлер, жаңағы әкемнің күйі деп жаңа осы нәрселер көп әсер етті. Содан кейін мен 10 класты бітіріп, біздің кезде 10 класс еді ғой, 10 жылдық мектепті бітіргеннен кейін Шымкентке келіп музыкалық, ол кезде училище дейміз, қазір колледж болып қой, училищеге түсіп вокал бөліміне, содан сол кезден басталды ғой шығармашылық. Сол кезде училищеде оқып жүргенде бізде Голоса Юга деген Шымкентте бірінші вокалды аспаптық ансамбль пайда болды. Көптеген жаңағы құрамы өте үлкен еді. Сонымен анау орталық саябақта кешке жаңағы сенбі сайын кешке би болатын, сол ансамбльдің сүйемелдеуінде сол биде де ән айттық, осы концерттерге де сол ансамбльмен қатысып сөйтіп жүріп әншілік жолға ең бірінші сол әншіліктен бастаған мен шығармашылықта. Кейін әнші болып жүріп композиторлыққа ауыстым. Солай болды. Осы орайда сізден қонаққа де сұрасақ, бір қарап бір балаларға арналған немереме деген бір ән бар еді, соны айтып берейін. Enter to music. Taudan atkan boğlarımday, oynatağan ağlarımday, baldan tatlı bağlaman, yüreğimden sıngarına day. Yergimlerin yergelergin, keyifleri yerdegendim, ömrümün çalgasın sen can yerim, erkeğim. Omur bozum canım dedim, elbi degen ənim dedim, ölsün benim bodağam, cana salı sənim
Рахмет. Өзіңіздің артыңыздан ерген шәкірттеріңіз бар ма? Бар болса шәкірттеріңіз туралы айтып берсеңіз. Иә, шәкірттер көп. Мынау қазір танымал болып жүрген Гүлжазира Әбдікбейісова филармонияда әнші, қазір біздің осы облыс Шәмші Қалдаяқов атындағы. Хадиша Сейітова, мынау бір-екі шәкірттерім Алматыда оқып жатыр. Сәттәулет Сүлеймен деген кезінде Түркияда Арт Олимпия деген халықаралық конкурста эстрадалық вокал жанрынан бірінші орын жеңіп алған сондай кішкентай шәкіртім. Назерке Маябасова деген ару ананы айтып, бейне клип түсірген, қазір ютубта жүр ғой. Қазір ол да өзі де ана болып, үлкен бір отбасын тәрбиелеп отырған, ана болды, балалы болды. Сол сияқты шәкірттер бар енді, әр жерде, әр қалада жүр қазір. Сондай. Жақсы, өзі бар. Неғымсыз, тәрбиелепсіз шәкірттеріңізді. Өнердің ішінде жүрген өнерпаз жастарға айтар ақыл кеңесіңіз. Қандай ақыл кеңес бересіз? Өнерпаз жастар, жаңа өнерпаз жастарға ақыл кеңес дейсің ба? Негізі өнерге келу үшін адамда бойында шын талант болу керек. Сол шын талант болған жағдайда адамның табиғат берген дауысы болса, табиғат берген есту қабілеті болса, сондай адам, әрі ол тек қана сол қасиеттермен емес, өзінің жігерімен, алға ұмтылушылық, еңбекқорлығымен солай жетеді. Негізі өнер жолы өте ауыр жол, оңай емес. Анау жарқырап сахнаға әдемі киініп шыға келгенде жұрттар ойлайды, осының бәрі керемет, оқымай нәрсе шығар, бір әнді жазып алып сахнаға әдемі киіммен, әдемі макияжбен шыға келсеңде. Оның бәрі еңбек, оның бәрі ақша, қаржы, қаражат, уақыт. Соның бәріне шыдасып берсең, сонда ғана биіктерге жетесің. Ал енді қазір мысалы талантсыздар да жүр сахнада, үлкен сахнада, киелі сахнада, таланттылар да жүр. Таланттылар, меніңше таланттылар аздау, талантсыздар. Қазір енді бәрін ақша берген заман, сондықтан жаңағы бір шетелдің бір әнін алып, оған қазақша мәтін жазып, жұлдыз болып кеткен әншілеріміз қанша мысалы. Солармен салыстырған елдің арасында бір керемет дауысты, керемет талантты қыздарымыз жүр. Оларды шығара алмайды, өйткені оларда қаржы жоқ. Осындай бір парадокс бар. Өнерлі болу үшін де сұрақ деген ау деймін. Құралай ханым, сізге сұрақ келген. Құралай апайдың аппақ гүлдерін сүйіп тыңдаймыз. Шығу тарихына тоқталсаңыз, аппақ гүлдердің шығу тарихымызға. Аппақ гүлдерді сөзін жазған біздің әдебиет пен өнердің жанашыры Қуаныш Төлеметов деген ағамыз болған біздің. Ол кісі осы қалада атқару комитетін басқарған кезінде, одан кейін парламентте депутат болған, Астанада тұрған. Сөйтіп жүргенде өкінішке орай қайтыс болып кетті ол кісі. Бірақ шын өнердің шын жанашыры еді. Сондай кісілерден айырылып қалғанымызды білеміз әрине. Сол кісі бір күні мен жаңағы көлік жіберіп мені шақырып кабинетіне, осындай Құралай, менің бір жолдастарым айтып жатыр. Менің мына үйде жеңгеңе жазған, жігіт кезінде жазған бір өлеңдерім бар еді. Соны оқып көресің бе, ән шыға ма деп. Бір 10 шақты сарғайып кеткен қағазды алдыма қойып, соның ішін ақтарып отырсам, сезім гүлі деген атауменен бір өлең тұр екен. Сол кішкене көңіліме жағып, мақұл аға, осыны алайын, мен
біраз әнге салып көрейік деп жаңағы үйге келіп әнге салып бір 2 аптада осы ән аппақ гүлдер әні шықты. Қайырмасын өзім өңдеп сөйтіп қайтадан жазып сөйтіп шығарып радиоға осы жергілікті Шымкент радиосына жаздық. Байдолла Қонысбек ағамыздың шақыруымен бірінші рет сол облыстық радиода орындалды. Сондай жыл тарихы. Одан кейін бұның негізгі бастағы аты Сезім Гүлет, кейін халық өзі аппақ гүлдер деп. Аппақ гүлдер деп. Мен көшеде кетіп бара жатсам да аппақ гүлдер кетіп бара жатыр деп. Сондай халық өзі қалағаннан кейін бізде өзгерттік сол аппақ гүлдер деп. Солай шыққан былай. Осы аппақ гүлдерді Ақбота Керімбекова орындайды. Соны орындағаныма бірінші көріп өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Иә, маған кейбіреулер жаңа қоңырау шалып ұрысты, сіз неге ұқсап бересіз, анандай тез темпте айтқызуға деп. Негізі ол енді жастарға керек қой, ол да дискотечный вариант дейміз ғой. Дискотекада да айтатын ән керек. Негізі ол баста шыққанда классикалық эстрада болып шыққан. Жаймен айтылатын, фокстрот сияқты сондай. Бірақ екі варианты да ұнайды өзіме. Айтыла берсін, жастар да билесін әнге. Өнерде өзіңізге кімді үлгі тұтасыз? Әндеріңіздің ішінде жүрегіңізге ең жақыны қайсысы? Өнерде мен жақсы таланттылардың барлығын өнерге тұтаймын. Композитор болсын, әнші болсын, біздің Нұрғиса Тілендиев ағамыз, Ескендір Хасанғалиев, Кеңес Түйсекеев, осылардың бәрі шын таланттар ғой. Осылардың бәрін үлгі тұтамын, соларға еліктеймін. Шамшы ағамыз бар мысалы, Шамшы ағамызға еліктейміз. Негізі жас кезде бір талантқа еліктегеннің пайдасы үлкен деп ойлаймын. Соған ұқсап болмасаң да ұқсап бақ деп Абай атамыз айтпақшы. Біреуге ұқсап соған сол сияқты болғың келсе, оның ешқандай жамандығы жоқ. Ол сені алға қарай ұмтылдыратын жақсы қасиет. Қазіргі уақытта шығармашылықпен айналысып жүрсіз бе? Жаңа туындыларыңыз жарыққа шықты ма? Иә, айналысып жүрмін. Осыдан 2 жыл бұрын Алматы қаласында менің ауылға барам деген атпен концертім өтті студенттер сарайында. Барлық осы Қазақстанға белгілі әншілер қатысты көбінесе. Қазір де менде аудандар шақырып тұрады. Осы қаладағы мектептер, осы филармонияда менің концертім жоспарланып отыр. Оның енді мына пандемияға байланысты кішкене кешігіп жатыр. Филармонияда болу керек, сосын Түркістан сарайында да сондай концерт жоспарланып жатыр. Мен шығармашылығым. Асыға күтеміз концертіңізді. Сен бірдеңе сөйлей тұр онда. Келесі сұрағыма көшсем, көптеген концерттерде балалар махаббат жайлы әндер айтады. Осының себебі неде? Байқаймыз, көбінесе махаббат жайында. Иә, өйткені жаңағы ол жетекшілеріне байланысты, ата-аналарға байланысты. Жетекшілері жаңағы вокалдан сабақ беретін, немесе ата-аналары композиторлармен жиі байланыс жасап тұрса, әр композиторда балаға арналған, баланың орындауына арналған әндер бар. Соны байланысып, мысалы, менің де әндерім бар. Мен оны ешқандай сатпай-ақ, жақсы орындап тұрса, берер айта қой айналайын деп. Олар сол композитор ізденуден ғой бұл. Көбісі жаңа махаббат жайлы айтып жатады. Өзінің жасына сай емес, мына болмысына сай емес әндерді айтып жатады кейде. Менің де соны кейде қарным ашып, соны үлкен сахнаға қалай шығарып, жап-жас баланы. Өткенде бір кішкентай қыз
келдім ғой кетемін демеші деп айтып тұр. Біртүрлі сондай бір сүйкімсіз естіледі екен. Кішкентай қыз. Сондай нәрселер, ол да сауатсыздықтың бір белгісі ғой. Сондықтан мынау әнге ұмтылған ата-аналарды, тәрбиешілерді және вокалдан сабақ беріп жүрген бауырларымды шақырамын, осы кішкене сауаттылау болып, баланың репертуарын іздеп, композиторлармен байланысып, соның жақсы әндерді тауып сахнаға шығарса екен деген тілегім бар. Композитор сізде ән айтуға болған ма сонда? Қалай? Әлсіз болған ма композитор? Жоқ, айтып отырмын ғой, композитормен байланысса, ол саған ән таңдап берер еді ғой. Менде мынандай ән бар, мынандай ән бар. Сенің дауысыңа мына ән келеді, айналайын деп. Таңдап береді ғой. Кез келген композиторда бар, балаларға арналған әндер, жаңа әндер бар. Содан кейін бір әншілердің бір нашар әдеті, біреудің айтып кеткен репертуарын қайталап айтқысы келеді. Екінші Роза болғысы келеді, екінші Мақпал болғысы келеді. Ол сен әншісің ба, сен өзің болып айт. Жарайды, еліктеген дұрыс, бірақ өзіңнің жеке репертуарыңды қалыптастыр. Сонда сен әнші боласың. Деп айтқым келеді әншілерге, болашақ әншілерге. Құрметті оқырмандар және көрермендер, бүгінгі Ыбырай Алтынсарин атындағы кітапханамыздың төрінде Құралай Шайзада қызы қонақта. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, жаза отырсаңыздар. Қазақ сахнасында шын таланттылар кім деп ойлайсыз? Қазақ сахнасында шын таланттылар бар, бірақ олар өте аз. Шын таланттылар деп айтар едім Жұбаныш Жексенұлын, Мақпал Жүнісованы. Мақпалдың бір таңғалатын жерін, жаңағы қасында тұрып әнін тыңдасаң, тура бір тамағына микрофон қойып қойғандай әсер етеді. Сондай бір енді микрофон созақ айта беретін дауыс қой. Роза Рыбаева, Мейрамбек Беспаев, Ақбота, ұлықпар енді композитор ретінде. Өзде мойындайды, мен әнші емеспін, мен орындаушымын деп. Сондықтан осы енді айтылмай қалғандар да бар шығар. Менің қазір есіме түсіп отырғандары осы әншілер. Қадиша Сейітова өзімнің шәкіртім. Осыларды нағыз әнші деп айтуға болады. Мамадияр Тәукеев біздің осы жергілікті әншілерден. Өте талантты әншілер бұлардың бәрі. Осы әлеуметтік желінің ғаламтордың пайдасы мен зияны туралы өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Интернетке беріліп қарағанына неше түрлі жаңалықтар болады, оқыс оқиғалар болады салынып. Иә. Оның бәрі жаңағы артық, баланың психологиясына артық нәрселер. Соны бір шектейтін, сөзгеден өткізетін сондай бір жағдай керек сияқты. Біз көріп жатқан нәрсені кейде бір келеңсіз жағдайларды бала көрмеу керек. Сол жағына кішкене шектеу қоятын, қою керек сияқты шектеу. Бәрібір де әрине жаңағы әлеуметтік желінің дамығаны бізге кейде көп нәрсені сол жерден біліп отырамыз. Бір жағы жақсы болып жатса, екінші жағына жаңа кішкентай зияндары да болып жатады. Құралай ханым, сіз өзіңізді жарнамаға саласыз ба? Инстаграм желісіне, Фейсбукқа бүгінгі жексенбі күнім осындай болды, осындай жерде серуендеп жүрмін. Жоқ, ол көп өзіңді жарнамалай беруге болмайды. Не осы соны жазып, бір жерде мен шай ішіп отырмын, мындай тамақ істеп жатырмын деген сияқты.
тек қана өнер жайлы жазсам, онда да сирек қол тие бермейді. Негізі анау мақтаншақ бар біздің кейбір өнер адамдарында, дастарханын көрсетіп, үйін көрсетіп, люстрасын көрсетіп жүрді. Оның бәрі дұрыс емес деп ойлаймын. Бізге өнер адамысың ба, сен өнеріңді ғана көрсет. Тұрмысың, жағдайың бізге не керегі бар? Халыққа не керегі бар? Сенің өнерің таза болу керек. Бастысы сол. Қандай танымал әншілермен жұмыс жасайсыз? Жаңағы әншілердің бәрімен жұмыс жасаймын. Сұлушаш Нұрмағамбетова деген жақсы әнші бар Алматыда. Өзімнің Бибігүл деген шәкіртім бар Алматыда. Жақсы әндерімді орындап тұрады. Жаңанбетті. Жаңағы айтқан Жұбаныш, Мақпал кейінгесі жаңағы мен айтып жүрген сол әнді ауылға барамда. Бүгінгі таңда айтылып жатқан әндерге көңіліңіз тола ма? Қандай көңіліңіз толмайтын әндер? Көңіл толмайтын әндер көп қой, оның бәріне жалғыз мен шектеу қоя алмаймын. Көркемдік кеңес деген біздің облыста енді құрылып жатқан сияқты. Сол көркемдік кеңес арқылы өтсе сахнаға, біздің әсіресе осы ең болмағанда оңтүстіктің сахнасына сондай жақсы өткен кеңестен өткен, көркемдік кеңестен өткен шығармалар шықса сахнаға деген сондай тілегім бар. Құрметті оқырмандар, көрермендер, Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының төрінде Құралай Сәтмұхамедова қонақта. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Әнді де Қалмырзаұлы, Серік Тұрғынбеков, көптеген сондай ақындар. Ибрагим Исанның сөзіне жазған бір-екі әндерім бар. Өзімнің мәтінін өзім жазған әндерімнің бірі Арман әнім деген әнім. Бола берсін думанды той елінде деген сияқты бір 3-4 әннің мәтінін өзім жазған. Бауырға арнау деген сияқты. Өзім көбінесе жазбаймын, бірақ ақындарға жүгінемін. Өзімнің жазғаным сол 4-5 ән. жазар әніңіз көп болсын. Осы сіздің күй сандықта ойнағаныңызды көрдім. Күй сандықтан басқа қандай аспаптарда ойнайсыз? Аздап домбыра шертемін, бірақ көп емес. Аздап өзімнің кейбір әндерді сол домбырамен үйреніп. Пианино, сол фортепиано, домбыра. Жақсы. Өнерден басқа тағы неге қызығасыз? Хоббиіңіз бар ма? Мен тігіс тіккенді жақсы көремін. Тіккенді жақсы көремін. Ол жаңағы кейбір сахналық костюмдерді өзім әрлеп аламын. Жаңағы жылтырақтарын қадап деген сияқты. Ол бір жағынан жаңағы пайдалы нәрсе, екінші жағынан адам кішкене ойланып, толғанып, жүйке жүйеңе жақсы әсер етеді. Сондықтан сол кейде тігіп, киімді жөндеп, сондай мен шығып жүремін. Тағы сұрақ келді ме? Тағы сұрақ келген екен. Құралай апай, шабытты қайдан аласыз? Алғашқы туындыңыз қалай аталады? Иә. Шабытты кейде бір жақсы көңіл күй болған кезде, табиғат аясында болған кезде бір шырқағым келеді. Көбінесе жаңағы кейде бір түсіңде көресің, түсіңде ән айтып жатып оянасың. Кейде оны жазып алып үлгересің, кейде жаза алмай қаласың. Кейде бір жаңа ас үйде ыдыстармен айналысып жүргенде өзі бір әуен келіп тұрады. Байқамай соны кейде мынау бір ән ғой деп үлгерсең барып жазып алып жатасың.
сондай әртүрлі жағдайда келеді шығару деген сондай нәрсе. Ойыңызға келген кезде түртіп отыру керек. Иә, тезірек тұртасу керек. Жақсы. Оңтүстік өміріндегі танымал әншілерден қаншалықты ұсыныс түседі? Иә, түсіп жатады, иә. Сауатты, өзінің шығармашылығына байыппен қарайтын сондай әншілеріміз бар, қараласып жатады. Атай, анау әніңізді берсеңіз, маған мынау әніңіз ұнайды деп. Сізге кіріп тілек келгенде Құралай ханымға шын жүректен зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Жаңа туындыларыңыз жарыққа жарқырап шыға берсін. Халықты әрқашан қуантып жүре беріңіз. Рахмет. Өзіңізге де жақсылық тілеймін, иә. Әр адамның өмірінде жұлдызды сәті болады. Сіздің жұлдызды сәтіңіз деп қай кезді айтар едіңіз? Жұлдызды сәтім деп 90-шы жылдардың басында мен осы республикалық Майра Уәли атындағы композиторлар конкурсы болды Павлодар қаласында. Сол конкурсқа осы Шымкенттен барып қатысып, бірінші орын иелендім. Сөйтіп композитор Майра деген атақ берді. Сол кезде мен қуанышымда шек болған жоқ, өйткені бірінші менің алып тұрған үлкен сыйым, үлкен атағым сол болды. Содан кейін барып ары жігерленіп, өзіме деген сенімім күшейіп, ары қарай жаза бастадым әндерді көптеп. Бүгінгі тікелей эфирімізді қорытындылай келе сұхбатымызды әсем әнімен көрейін, қандай ән шығады екен мына жерде. Тауып алайын.
kız meyli Şunlar ötsün köktün dermen kız meyli Bağır degen bağır ettim jaralıga Ağlandaydı birindiri izleydi Bağır degen bağır ettim jaralıga Ağlandaydı birindiri izleydi Enter to Bluetooth. мынау әніміз келіп осындай аппақ гүлдер Өзіңе де рахмет, өздеріңе де рахмет. Осындай кеш ұйымдастырып, кездесу ұйымдастырып жатқан. қуыс үйден құр шықпа деген бүгінгі бізден осы сәттен естелік Қайлықты көрдесіңдер, керемет. Тамаша ғой. құрметті Құралай ханым, осымен эфирімізді аяқтай келе сіздерге өмірде шығармашылық табыстар тілеймін. Жастар арасында үлгілі, өнегелі болып жүре беріңіз. Алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге мыңда бір алғыс. Көрермендерге жылы лебізіңізді айта кетсеңіз. Я, аман болайық, бар болайық. Біздің елімізде тыныштық болсын. Өнерге деген жүректеріңіздің лүпілі тоқтамасын. Мынау кітапхана кеңейе берсін, көркейе берсін. Біздің кішкентай оқырмандарымыз осы жерден тәлім, тәрбие алып, біліммен сусындап өсе берсін. Барлығымыз аман болайық. Рахмет. Осымен біздің керемет кездесуіміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.